Ассалаумағалейкум. Енді мені жәке десеңдер болады. Бүгін мынау белсебет орындықтар туралы сөйлемекшімін. Біраз сұрыптама шолу жасап та мынау спорт. Қазір енді спорт енді мынау жүйрік белсебеттерге осындайды көбінесе орнатады. Содан кейін мынау таудан тауға арналған белсебеттерде де осындай орындықтары. Ал мынау шабан жай жүріс, немесе көбінесе бұны әйелдерге, қыздарға арналған белсебеттерге орнатады осындай орындықтарды. Бұл баяғы Урал, ХВЗ деген белсебеттерде осындай, бірақ мынау теріден, былғарыдан жасайтын, бұрын қатты қатырып тастаған андай қалың терілер болады ғой, сондайдан жасайтын. Енді соны шырамытады да, мынау шырамытады. Мынау арт жағында мынау серіппелері бар. Бұл жайдақ жүріс, мынау шабан жүріс та. Шабан жүріс. Содан кейін спортқа арналмаған дейді. Бұл жай серуен үшін. Енді осылар туралы не айтуға болады, осы орындықтар туралы? Біріншіден, бәрінің жағы не ойлайтыны көбінесе мынау ер адамға мынау орындықтар зақым келе ма, келмей ма деп жағы. Енді жұрттың ойлауынша мынаған өте тығыз отырып аласың да айдайсың деген сияқты жағы. Көбінесе жүйрік жылдам жүріс кезінде аяққа тұрып алып, үзеңгіге сияқты шапқан кезде үзеңгіге көбінесе былай тұрып аласың ғой, үзеңгіге сөйтіп шабасың ғой. Сол сияқты мынау тепкіштерге педальдарды екі аяғымен басқан кезде мынаяға отырмайсың да. Сондықтан мынау бұт арасы мына жерге онша қонбайды да. Содан кейін келесі айтпағым, қатты күшпен итерген кезде сен мынау жан басың мынаяққа шығып кетуі мүмкін да. Мынаяқта мына жерде сенің буының, мынау жамбас буыны болады ғой, сол жамбас буыны мынау керде жібересің, өйткені күшті былай қарата аяқтың күші былай кетеді да. Сол кезде жаңа көтеріліп мынау отырмайсың да. Сондықтан тегі адам бұты нәрде қысылып қалып, жаңағы ауыр жағдайға душар болады деп, жаңағы анау ер адамның ағзасы да осы зиян келтіреді деген. Бұл мен ойымша жай қауесет. Содан кейін адам өздері не деді ғой, жаңағы әбден қатты ойланып кетті. Сондықтан онша зерттелмеген нәрсені жай қиялдап айтатын нәрсе ғой. Бұл бір. Сондықтан мынау не еткен кезде жаңағы жер, тегіс жерде егер жылдамдығын көбейтем деген кезде аяққа зор күш салып, өзің кішкене түрегеп те кетесің да. Сондықтан мынаған көбінесе отырмайды да спортшы адамдар.
ол мысалға бір төмен қарата ағылған кезде сол кезде жаңағы кішкене отырып демалуға соған арналған. Көбінесе адам отырмайды, сондықтан спортқа арналған орындықтар осындай кейпі. Ал енді серуен үшін жағы отырып, кәдімгі отыратын орындықтар мынау. Мияқы мынау артыңмен мына жерде жағы мына құйымшағымен мынаған тірелесін да, мына жерге міне. Құйымшағымен мына жаққа тірелесін. Көбінесе. Содан оның өзінде де жағы бұтты бүйтіп жағы былай. Бұтты мыняқа басып тұрып жағы бұттың арасында ешқандай жағы ер адамның мүшелері мыняқтай арасында, бұттың арасында қалып кетіп, жағы қысылып, ондай болмайды көбінесе. Сондықтан ол қауесет менің ойымша. Енді өзіңде жағы жаның қиналып кетеді ғой, жағы қатты қысып жүрген кезде жағы мүшелерің. Сондықтан мынау балансты ұстау үшін мынау бір нелерді бір тас сондай немесе шұқырдан өткен кезде, сол кезде кішкене секірген кезде сен отырып алып соған секірмейсің ғой. Аяғыңмен жағы мынау педальдарға, жағы тепкіштерге былай түрегеп тұрып, сөйтіп өтесің сондай жерлерден да, қиын жерлерден. Сондықтан осыған отырып алып, осы орындыққа былай құйрығымен отырып алып, мынаның бәрін жабыстырып, жағы ондай жоқ сияқты. Енді осындай менің шолуым. Егер бір басқа бір ойларың болса, қосатын әңгімелерің болса, мына пікірлеріңді қалдырыңдар. Былайша ешқандай белсебеттің денсаулыққа зиян жоқ деймін мен.